Сәлем ханымдар, сіздермен мен Жансая. Бүгін осындай керемет кеспе жасайтын боламыз. Бұл кеспе тамағын балаларыңыз ұнатпайтын болса, кім жегізе алмайтын болса, осы рецептпен жасасаңыздар, олар ұнататыны анық, өйткені езілмейді және роллтон деп берсеңіздер жеп қояды. Ол үшін бізге 20 грамм суға 1 кіші ас қасық тұзымызды жақсылап араластырып саламыз және жуылған сырты тазартылған жұмыртқамызды қосамыз. Яғни 3 дана жұмыртқа қостым. Жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз ергеннен кейін үстінен ұн салып бастаймыз. Ұнның тығыздығына қарай қосасыздар. Жақсылап араластырып қолдың күшімен қамырды илейміз. Әрқашанда айтатыным, қамырдың қыр-сыры ол илеуінде, яғни қамырыңызды қатығып илеп аламыз. Осылай пакетке салып, бойын көтергенше қойып қоямыз. Қамырымызды жайып бастадық. Осындай әп-әдемі сарғыш түсте болады. Міне осындай қамыр, біржола қамыр шықты. Енді жақсылап ұнды сеуіп аламыз. Кеспенің кесу әдісі менде осылай, яғни тікесінен барлығын осылай орап тастаймын дағыны. Асханамдағы ең өткір пышағыммен осылай кесіп аламыз. Сонда сіздердің кеспе тамақтарыңыз лапша болып, жаңағы балаларыңыз ұнатады. Яғни биг бон, роллтон деп берсеңіздер болады. Өте керемет ас болсын.